Сәлеметсіңдер ме 11 сынып оқушылары? Қазақ тілі мен әдебиеті пәні сабағына қош келдіңдер. Сендермен бірге Ескелді ауданы Қарабұлақ орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Мұхамбетова Роза Қайырбекқызы жұмыс жасайды. Балалар, мына суреттерге көңіл аударыңыздар. Суретте кімдер бейнеленген? Иә, дұрыс айтасыздар. Яғни бұл жастардың суреті. Фотограф қандай жастарды көрсеткісі келді? Барлықтарыңыздың да ойларыңыз бір жерден шықты деп ойлаймын. Яғни бұл әртүрлі жастардың келбеті. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазіргі жастар келбеті. Сабағымыздың мақсаты көтерілген мәселе бойынша дерек көздерден алынған мәтіндерді тыңдап және салыстыру. Өз ойларыңызды логикалық, дұрыс, аргументті және айқын жеткізе алу. Онда мына бірінші тапсырманы орындап көрейік. Төменде берілген сөздердің ішінен суреттерге сай келетінін белгілеңіздер. Қай нөмірлі сурет мына сөз тіркестеріне сәйкес келеді? Білімге ұмтылу, бәсекеге қабілетті болу, мақсатшылдық, уақытты бос өткізу, салауатты өмір салтын жүргізу, өз елін сүю. Бұл тапсырманың дескрипторы сөздерге сай суреттерді белгілейсіздер. Олай болса, тексеріп көрейік балалар, барлықтарыңыз дұрыс орындадыңыздар деп ойлаймын. Мінекей. Сонымен бірінші сурет бұл уақытты бос өткізу. Екінші суретіміз өз елін сүйетін жастардың келбеті екен. Ал үшінші сурет білімге ұмтылып жатқан қазіргі жастарымыз. Барлықтарыңызға тамаша, керемет деген баға беремін балалар. Келесі тапсырмамыз тыңдалым бойынша жұмыс жүргізіледі балалар. Бұл тапсырманың дескрипторы пікірді тыңдайсыздар, пікір авторларының нақты анықтап сәйкестендіру, яғни жастар туралы 3 түрлі пікірді тыңдап, пікір авторларын анықтау қажетсіздер. Бұл жерде сіздерде 7 сөйлем берілген. Сол 7 сөйлем осы беріліп жатқан 3 сұхбат берушінің қайсысына жататындығын анықтайсыздар. Тілші, қазіргі жастар туралы не ойлайсыздар? Өздеріңізді таныстырып өтсеңіздер. Менің атым Жанар. Қазіргі жастарға көңілім толмайды. Олардың ішінде өз мақсатын нақты анықтап, соған жатпай тұрмай табанды түрде ұмтылатындар аз. Көпшілігі қиын жұмыстан қашып, оңай жолмен ақша тапқысы келеді. Жақсы көлікке отырып, жақсы, жеңіл өмір сүргісі келеді. Менің аты жөнім Сұлтан Қалиев. Мен жастарға қызғамын. Олар үнемі білім алуға, өздерін дамытуға ұмтылады. Қазір мүмкіндіктер өте көп қой. Қазіргі жастардың көпшілігі бірнеше тіл біледі. Ағылшын тілінде еркін сөйлейтіндер де көп. Шетелге шығып, сол жақтың білімін алып келіп жатқандар да бар. Біздің уақытымызда ондай мүмкіндіктер болмады ғой. Олар уақытын босқа өткізбей бәрін алдын ала жоспарлап отырады. Алайда олар, меніңше, өз мақсатына жетемін деп, басқалар алдындағы жауапкершілікті ұмытып кетіп жатады. Менің ойымша, олар кейде басқаларды ойлау, мысалы, ата-аналарын, олардың көңілдеріне қарау, оларға қамқорлық жасау деген міндеттер мен парыздарды орындауды ұмытып жатады. Ислам. Қазіргі уақытта жас болу оңай емес. Өткен айналамызда адамның көңілін аулайтын әртүрлі қызықты заттар бар. Мысалы, интернет ойыны. Көп жастар күні түні тұрмастан компьютер алдында отырады. Біреулер компьютерде отырып пайдалы іспен айналысса, біреулер босқа уақыт өткізеді. Олар бір-бірімен интернет арқылы байланысады. Олардың көп уақыты осы интернетте отырумен кетеді. Сонымен қатар бос жүргендерде баршылық. Жұмыссыздық оларды кейде қылмысқа итереді. Барды қабылдап, мойынсынуға итереді.
Өйткені көп жұмыс орындары тәжірибені талап етеді. Ал тәжірибе жинақтау үшін жұмыс істеу керектігін ескермейді. Сондықтан мен жастарды жақсы көремін. Олар мақсаттарына айнымаса, табанды, шыдамды болып, өздерін дамытумен айналысса, бір табысқа жетеді деп ойлаймын. Мінекей балалар, мәтінді тыңдадыңыздар. Енді осы үш сұхбат берушінің айтқан сөздері қайсына сәйкес келетіндігін белгілеген шығарсыздар деп ойлаймын. Олай болса, тексеріп көрейік балалар. Тілші. Кәнекей, сонымен Жанар Алтынбек қызына қай сөйлемдер сәйкес келеді екен? Яғни 3-ші және 7-ші. Сұлтан Қалиевтікіне 1-ші және 5-ші. Ал Ислам Мұсахановқа 2-ші сөйлем, 4-ші сөйлем және 6-ші сөйлем. Балалар, барлықтарыңыз тапсырмаларыңыз дұрыс болды деп ойлаймын. Барлықтарыңызға керемет деген баға бергім келеді. Келесі тапсырмамыз тыңдалған сұхбат бойынша негізгі ойды жеткізетін сөз тіркестерінің қатарын анықтау керексіздер. Яғни дескрипторымыз негізгі ойды анықтайсыздар. Бос уақыт өткізу, ақша табу жолдарын қарастыру, оңай жолмен ақша табу, пайдалы іспен айналысу, бірнеше тілді білу, қылмыс жасау, қыдыру, білім алу, компьютерде отыру, жұмыссыздық, ата-аналарына қамқорлық жасау. Осы берілген сөйлемдердің ішінде қайсы негізгі ойды жеткізіп тұрғандығын ойланыңыздар. Жақсы, ал онда тексеріп көрейік. Таптыңыздар деп ойлаймын. Білім алу әрине, бірнеше тілді білу қазіргі кезде, әрине ата-аналарына қамқорлық жасау, бос уақытты өткізу да бар ішінде, оңай жолмен ақша табу да кездесті ғой балалар. Сонымен компьютерде көп отыру. Міне бұл осы 3 сұхбат берушінің негізгі ойы. Тамаша балалар. Онда біз келесі тапсырмамызды орындайық. 3 сұхбат берушінің пікірін Попс формуласы бойынша салыстырыңыздар. Яғни, бірінші автордың ойынша қалай ойлайсыздар? Ол не деп айтты? Оның айтуынша қандай мәселесі аталады? Алайда автор өз ойын мынадай факторлермен негіздейді, немесе негіздемейді деген ойларыңызды айтасыздар. Осыған байланысты мен мынадай қорытындыға келдім деп өз ойларыңызды да айта кетесіздер. Балалар, бұл тапсырма сіздерге үйге беріледі. Өз ойларыңызды жазба түрінде жіберіп, айтуларыңызға, хабарлауларыңызға болады. Сонымен сабағымызды қорытындылайық балалар. Біз мақсатымызға жеттік деп ойлаймын. Көтерілген мәселе бойынша дерек көздерден алынған мәтіндерді тыңдап, оларды салыстырдық. Өз ойымызды логикалық тұрғыда және аргументті факторды келтіре жеткізе алдық деп ойлаймын. Олай болса, мына рефлексивті нысана бойынша мен өз ойымды айта алдым деген оқушыларыңыз дәл ортасындағы сары нысанаға жеткізулеріңізге болады. Мен барлық тапсырмамды орындадым дегендеріңіз екінші қызыл жолаққа, мен бәрін түсіндім дегендеріңіз келесі екінші жолаққа, ал енді маған қиын болды дегендеріңіз көк жолаққа көрсетулеріңіз болады. Барлықтарыңыз тапсырманы орындадыңыздар. Олай болса, балалар, тамаша, керемет. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сабаққа қатысқан оқушыларға рахмет дегім келеді балалар.